Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 5 сынып қазақ тілінен 76 сабақты өтеміз. Аспан шамдары тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші тапсырма жаңа жұлдыздардың пайда болуы бейне жазбасын көріп, аспан әлеміндегі жаңалықтар туралы өз білетініңді әңгімелеңдер деп тұр. Жаңа жұлдыздар ғарыштағы газ бен шаң бұлттарынан пайда болады. Уақыт өте келе бұлттар тығыздалып, өте ыстық шарға айналады да жұлдыз ғана бастайды. Жұлдыз жана бастайды. Ғалымдар телескоптар арқылы жаңа жұлдыздардың пайда болуын бақылап, ғарыш туралы жаңа мәліметтер ашуда. Енді келесі жаттығуда мәтінді оқып, негізгі ойды анықтаңдар. Үркерге байланысты наным-сенімдерді түсіндіріңдер деп тұр. Бұл жерде үркер деген мәтін көрсетілген. Үркер көз басында шығыстан, қыз басында төбеден, көктем басында батыстан көрінеді, ал жаз басында мүлдем көрінбейді. Қазақтар үркер төмен түспей, жер қызбайды дейді. Оның орналасу жолының ауыл шаруашылығына тікелей қатысты болған. Шоқ жұлдыздардың үркер деп аталуы сол жұлдыздардың аспанда үрккен қойдай шашырап жатқанын бейнелесе керек. Үркерге қатысты қолданыстар: бірінші, үркер үйден көрінсе, 3 ай 90 қысың бар. Үркер іңірде, жамбасқа келсе, жаз шықпағанда несі бар. Келесі, үркер түссе, жер қызады. Үркер туса, сорпа ас болады. Үркер көтерілсе, шөп көтеріледі. Бидай тас тартады. Толған ай тұрса, үркерге қарсы қарап, қыс түсер, шақырайып боран сабап. Келесі, үркер мен ай ауыл қонысты, үркер мен ай тоғысты. Енді бұл жерде бұл мәтіннің негізгі ой үркер туралы жазылған, яғни үркер аспандағы шоқ жұлдыз. Оған қарап қазақтар ауа райын болжаған екен. Келесі, енді үркерге байланысты наным-сенімдер. Бірінші, бұл жерде қолданыстар көрсетілген, 5 қолданыс. Келесі, енді наным-сенімдер. Үркер көрінсе, қыс жақындағанын білдіреді. Үркер түссе, жер қызады деп сенген. Үркер көтерілсе, шөп үзіп, егін піседі деп болжаған. Енді бұл жерде сұрақтар көрсетілген. Бұдан өзге қандай жұлдыздарды білесіңдер деп тұр. Бұдан өзге темірқазық, шолпан, сириус, кіші қарақшы деген сияқты жұлдыздарды білеміз. Келесі сұрақ: жаңа жұлдыздар қалай пайда болады екен? Жаңа жұлдыздар газ бен шаң бұлттарының тығыздалып қызуынан пайда болады. Ал жұлдыздар туралы қандай әндерді жатқа білесіңдер деп тұр. Құс жолы, жұлдызым, жұлдыздар әні деген сияқты жұлдыздарға қатысты әндер бар. Енді бұл жерде ереже көрсетілген. Кішігірім төл сөздің баяндаушы етістіктің ашық райынан болса, төлеу сөзде ол сәйкес шақтағы есімшеге айналып, оған дық, дік, жұрнағы, тәуелдік жалғауы және табыс септігі жалғанады да толықтауыш болады. Мысалы, төл сөз: мен жұлдыздарды зерттеп жүрмін, деді алма. Яғни, деді алма автор сөзі, ал қалғандары төл сөз болады. Дәл осыны төлеу сөзге айналдырып жазамыз. Алма өзінің жұлдыздарды зерттеп жүргендігін айтты. Яғни, дік деген жалғау жалғанып тұр. Бұл жерде жұрнақ жалғанып тұр. Сондықтан төлеу сөзге айналдырды қосылай. Енді келесі жаттығуда үркер жұлдызы жайында білетіндеріңмен бөлісіп, сұхбат құрыңдар. Сұхбат мәтінін төл сөз бен автор сөзі түрінде дәптерге жазыңдар деп тұр. Яғни, төл сөз автор сөзі ретінде құрастырамыз. Үркер қандай жұлдыз деп сұрады Айбек. Бұл жерде үркер қандай жұлдыз дегеніміз төл сөз, деп сұрады Айбек, бұл автор сөзі. Келесі, үркер шоқ жұлдыз, ол жыл мезгілін білдіреді, деді Нұрлан. Ол қашан көрінеді деп қайта сұрады Айбек. Яғни, деді, деп дегендеріміз бұл жерде автор сөз болып тұр. Ал қалғандары бізде төл сөз болады, кешірім сұраймын.
ол қашан көрінеді деп қайта сұрады Айбек. Күзде және қыста жақсы көрінеді деп жауап берді Нұрлан. Адамдар оны не үшін пайдаланған, деді Айбек. Қазақтар үркерге қарап ауа райын болжаған, деді Нұрлан. Енді келесі тапсырмада бізде сұхбаттағы баяндаушы етістіктің ашық райынан болған төл сөздерді төлеу сөзге айналдырыңдар деп тұр. Біз жаңа құрастырған диалогтарды барлығын төлеу сөздерге айналдырып жазамыз, яғни дік деген жұрнақны жалғау арқылы. Енді Айбек үркердің қандай жұлдыз екендігін немесе екенін сұрады, немесе екендігін, дік деген жалғау жалғанады, сонда жұрнақ деген сұрады. Нұрлан үркердің шоқ жұлдыз екенін және жыл мезгілін білдіретіндігін айтты. Білдіретінін деп айтсақ та болады, немесе дік деген жұрнақты жалғасақ та болады. Келесі Айбек оның қашан көрінетінін сұрады. Көрінетіндігін сұрады деп айтсақ болады. Нұрлан үркердің күзде және қыста жақсы көрінетінін жауап берді. Көрінетіндігін не жауап берді десек болады. Айбек адамдар оны не үшін пайдаланғанын сұрады. Нұрлан қазақтың үркерге қарап ауа райын болжағанын айтты. Енді келесі тапсырмада үркер туралы ертегі құрастырыңдар. Ертегінің кіріспе негізгі бөлім, қорытынды бөлімдерін жіктеп көрсетіңдер. Мысалы, үлгі бойынша бізде көрсетілген бірінші бөлім, яғни кіріспе бөлімі туралы жазылған. Ертеде Аспан деген кісінің көп баласы болыпты. Әр балаға өздерінің ерекшеліктеріне сәйкес Таразы, Арыстан, Шолпан деген есімдер беріпті. Бұл бізде үлгі ретінде көрсетілген, соны біз жалғастырып жазуымыз қажет. Енді кіріспе бөлігін өзгертіп жазсақ болады. Ертеде аспан әлемінде көптеген жұлдыздар өмір сүріпті. Солардың ішінде үркер деген ерекше жұлдыздар тобы болған екен. Енді негізгі бөлігі үркер 7 жұлдыздан тұрып, аспанда бір-біріне жақын орналасыпты. Олар әрқашан бірге жүріп, темірқазықты айнала қозғалады екен. Адамдар түнде аспанға қарап, үркердің орнына қарап, бағыттарын тауып, ауа райын болжаған. Үркер көрінсе, қыс жақындап келеді деп, ал ол төмен түссе, күн жылынады деп сенген. Енді қорытынды бөлігінде сөйтіп үркер адамдарға жол көрсетіп, табиғатты түсінуге көмектескен. Сондықтан халық оны құрметтеп, ерекше жұлдыз деп санаған. Осылай біз қысқаша кішігірім ертегі құрастырдық. Енді келесі тапсырма, төмендегі сұрақтарға кім бірінші жауап береді? Бірінші сұрақ, аспанның солтүстік жартышарында қай шоқ жұлдыз орналасқан? Ол жерде бізде 7 қарақшы орналасқан. Келесі сұрақ, 7 қарақшыға ұқсас тағы бір шөміш деп қай жұлдызды айтайды деп тұр. Бұл кіші қарақшыны біз шөміш деп атаймыз. Келесі, темірқазыққа байланған жылқылар қалай аталады? Ақбозат пен көкбозат деп аталады. Күн көрінісімен жоқ болатын жұлдыз туралы не білесіңдер? Ол шолпан жұлдызы, яғни күн шыққанда көрінбей кетеді. Енді келесі, керуен жұлдызы деп қай жұлдыз аталған деп тұр. Ол керуен жұлдызы, шолпан жұлдызы, керуен жұлдыз деп атаған. Келесі, таң алдында туатын жұлдыз қалай аталады? Ол шолпан жұлдызы. Жұлдыздарды зерттеу үшін қолданылатын құрылғының атауы қандай? Ол телескоп деп атаймыз. Аспанға жұлдызда қарап, ауа райын болжаушылардың аты қандай? Ол ауа райын болжаушылар деп атаймыз. Келесі, ең жарық жұлдыз деп қай жұлдызды атайды? Оны біз темірқазық жұлдызын ең жарық жұлдыз деп атасақ болады, немесе айда бізде ең жарық жұлдыз болады, ай. Яғни ол да бізде жұлдыздардың құрамына кіреді, ай.
Келесі тапсырма: галактика туралы қызықты мәліметтер жинаңдар. Төл сөз бен автор сөзінің тыныс белгілерін сақтай отырып, хабарлама жазыңдар. Галактика – жұлдыздар, газ бен шаңнан тұратын алып жүйе, деді мұғалім. Ол галактикада миллиардтаған жұлдыз бар екенін түсіндірді. Біздің галактика құс жолы деп аталады, деді ол. Мен құс жолында күн жүйесі орналасқанын білдім. Ғарыш өте үлкен және әлі толық зерттелмеген, деді мұғалім. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, сообществоға, комментарияға немесе астындағы комментарияға жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беріп өтемін.